Қандай дәмді. Сәлем, Жанна. Шамалы күте тұршы. Қандай дәмді алма. Жанна, мен қандай да бір тамақты жеп отырғанымда, мен оның дәмін қалай біліп тұрғаным туралы ойлаймын. Және біз, мысалы, қалайша алманың дәмін бұрыштың дәмінен ажырата аламыз. Қызық емес пе? Қымбатты құрбым, біз сізді дәл қазір Тура Транс дүниежүзілік радиосының студиясында болашақтан үмітті әйелдер бағдарламасында тіл туралы сұхбатқа шақырамыз. Өз радио қабылдағышыңызды қосып, бізді тыңдап отырғаныңызға қуаныштымыз. Ал егер Бану алмасын жеп болса, ол да сізбен қуана-қуана амандасады, я, Бану? Кешір, Жанна, мен мына алманы жеп болмағанша тоқтай алар емеспін. Бану алмасын жеп тұрған уақытта мен сізге бағдарламамызға қош келдіңіз деймін. Бүгін екінші айдарымызда шайтанның бізді алдап келген өтірігінің бет пердесін ашуды жалғастырамыз. Иә, өткен хабарларымызда біз құлақ жайлы сөйлескен болатынбыз. Ал бүгін тіл туралы сөйлесеміз. Ол сондай ғажап жаратылған, және біздің өмірімізде аса маңызды рөл ойнайды. Мүмкін сонда мен алманың неге сондай дәмді болатынын біліп алармын. Сонымен тіл туралы сөйлесейік. Тіл бұлшық еттерден тұрады және шырышты қабықпен қапталған. Тілдің үстіңгі қабатты қатпарлы болып келеді. Ең қызығы, тілдің әртүрлі бөлігі әртүрлі дәмді ажыратады. Яғни тілдің әртүрлі бөліктері белгілі бір дәмге, ащы, тәтті, тұзды дегендей жауапты сияқты. Мысалы, тілдің артқы бөлігі ащы дәмді сезінуге мүмкіндік береді. Тілдің ұшы тәтті немесе тұзды дәмді сезуімізге көмектеседі. Тіл біздің ас қорыту жүйеміз үшін де маңызды. Ас қорыту жүйесі дегенде біз дереу асқазан, ішек туралы ойлаймыз. Ал тамақ алдымен ауызға түседі емес пе? Тіс ауызға түскен тамақты майдалайды, ал тіл болса оған тамақты ары-бері аударыстырып көмектеседі. Бұған қоса біз бір нәрсені шайнай бастасақ болғаны, тілдің дәм сезу органдары дереу миға хабар береді. Сондықтан да тамақ ішкен кезде рахаттанамыз. Немесе тым ащы немесе тұзды болып көрінсе, ол тамақты жемей қоямыз. Бұл әлемде барлық тіршілік иелері ғажайып етіп жаратылған. Мысалы, иттер иісті жақсы сезеді, және адамға қарағанда әлде қайда жақсы естеді. Ал мысықтар болса, қараңғыда тез жол табады. Тіпті балықтарда да сезім бар екен. Осыдан біраз бұрын Таиландта болған цунами есіңізде болар. Өкінішке орай сол апат кезінде талай адам мерт болды. Ал теңіздің жағалауында орналасқан бір ауылда бір керемет жай болады. Балықшылар балық аулау үшін теңізге шығады. Кенет олар балықтардың мазасызданып жүргенін байқайды. Бүкіл балық біткен топталып алып, кенет теңіз түбіне қарай кетеді. Тәжірибелі балықшылар мұның жай емес екенін сезіп, дереу кері бұрылып ауылға асығады. Дәл осы кезде ауылда иттер мен мысықтар тауға, бектеу жаққа қарай қаша бастайды. Тұрғындар да дереу ауылдан кетіп қалады. Ал бірнеше сағаттан кейін орасан дауыл тұрып, ауылды тып-типыл етіп шайып кетті. Ауылдың бүкіл тұрғыны аман қалды. Расында бұл таңданарлық жайт емес пе? Әрине, біз де сеземіз, естиміз, қараңғыда көреміз, бірақ адамды жануардан ажыратып тұратын нәрсе бұл біздің сөйлеу алатынымыз. Біз тіпті өзге халық тілін үйреніп, сол тілде де сөйлей аламыз. Ал бұған бізге тіл көмектеседі. Тіліміздің жақсы қимылдап, қалпын өзгертіп тұратынның арқасында біз әртүрлі дыбыстарды айтып, олардан сөз жасаймыз. Тіл сондай-ақ денсаулығымыздың жақсы индикаторы. Егер денсаулығымыз нашарлап, бір жеріміз ауыра қалса, тілде мысалы сарғылт ақшыл қабат пайда болады. Дәрігердің қабылдауына барғанда, олар ең алдымен тілді көрсетуді талап ететіні босқа емес қой. Тісті тазалаған кезде сол щеткаңызбен тілді де ысқылауға болады. Бірақ тілдің беткі қабатын зақымдамау үшін мұқият болған жөн. Осылайша біз бактерияларды жоямыз. Бүгінгі өмір сабақтары айдарында біздің сөйлескіміз келген жайт осы. Ал қазір кезек жаңазық айдарына. Аяулы тыңдарманым, бүгін біз шайтанның әйелдерге балалар жайында сендірген өтірігін көріп шығамыз. Тақырыпты Хауа ананың ойдан шығарылған күнделігінен бастаймыз. Қымбатты күнделік.
Жақында адам үшінші баланы дүниеге әкелу жайлы ой қозғай бастады. Ал мен мұны онша қолдамаймын. Мен балаларымды дүниедегінің бәрінен де артық көремін. Бірақ ана болу сондай қиын. Соңғы уақыттарда олардың ара қатынастары аса ушығып кетті. Қабыл өзінің інісімен үнемі бақталасып жүреді, және ылғи да одан жеңіліс табады. Ол бәріне бір нәрсені дәлелдегісі келетін секілді болып көрінеді. Оның қылықтары адам төзгісіз болып бара жатыр. Ол бәрінен оқшауланып, ылғи түнеріп жүреді. Оның аузынан сөз сұрап ала алмайсың. Мен оның көңілін көтеруге тырысамын, бірақ менің сөздерім ештеңені өзгерте алмайтын секілді. Бұрын ол Құдайға жақын еді, ал қазір өзінің Құдайға сенетінін, не сенбейтінін, тіпті білмейтінін айтады. Әкесі кейде ол үшін қатты уайымдайды. Олардың араларында бір нәрсе дұрыс болмай жүр. Кейде маған адам оған тым қаталдық жасайтындай болып көрінеді. Бір кездері өзіміздің де осындай қиындықтарды басымыздан өткергенімізді оның есіне салып отырамын. Менің балаларымды түзетуге мүлде қабілетсіз екенімді сезінемін. Бұл жағдай Әбілге қалай әсер етеді екен деп мазасызданамын. Осындай жағдайда тағы бір баланы қалай бағатынымызды мүлде көз алдыма елестете алмаймын. Ананың жүрегі бұл ең ұлы қуаныш пен ең қатыгез жан ауруы мен түңілулер жасырынған қазына. Мейлі, баласы спортта үлкен жетістікке жетсін немесе өз аяғын дұрыс алып жүре алмайтын жағдайы болсын. Жасына қарамай ақылды немесе ақыл ойы дамымай қалған болсын. Өскенде ірі компанияның басшысы болсын немесе қанды қол қарақшы болсын. Ана бір кезде өзі бесігін тербеткен баласынан үміттенуін, армандауын және ол үшін уайымдауын ешқашан тоқтатпайды. Адамдардың дәл осы нәзік қатынасы өз тәні мен қанынан жаралған баласына деген сүйіспеншілігі әйелдер өмірінің ең осал тұсы. Барлық жердегі секілді, бұл жерде де шайтанның әйелдерге балалар мен ананың рөлі жайында қолданатын өтіріктері жеткілікті. Бұл өтірікті сіңіру арқылы шайтан аналарды ғана өзіне кіріптар етіп қоймай, олардың шындықты танымай, оның азат етуші күшін сезінбеулері үшін бұл өтірікті келесі ұрпақтарға да өткізуге ұмтылады. Бұл бағдарламада назарыңызды мәсіхшілер әлемінде кең таралып кеткен кейбір теріс сенімдер мен жартылай шындықтарға аударғымыз келеді. Бұл сенімдер мәсіхшілер отбасыларында көптеген ауыр қиындықтар туындатуда. Егер біз бұл өтірікті анықтап, шындыққа сүйене отырып, одан бас тартпайтын болсақ, онда келесі әрбір ұрпақта ол барған сайын өсе түсетін болады. Қанша баламыздың болуы керектігін тек біз ғана шешеміз. Бүгін таңертең маған басқа штаттағы құрбым қоңырау шалып, 4-ші баласына аяғы ауыр екенін хабарлады. Күйеуі бұл жаңалыққа қатты қуаныпты, бірақ бұл қуаныштарын елдің бәрі бірдей қолдай бермейтіндерін байқапты. Білесің бе? Деді ол. Ең қатал сөздерді мен өзге жерден емес, өз қауымымыздан естідім. Ол жаман пікірлердің кейде өзін менің шынымен де есім дұрыс емес шығар деп күмәндануға мәжбүр ететінін мойындады. Құдай өмірдің жаратушысы және иесі. Құдайдың қас жауы болғандықтан шайтанның өмірді жек көретініне таңдануға болмайды. Ол үнемі өмірді құртуға тырысумен келеді. Сонда олардың Құдай уәде еткендей өлімге душар болатындарын білетін ол адам мен Хауаны тыйым салынған ағаштың жемісінен жеуге мәжбүрледі. Адам мен Хауаның екі ұлы дүниеге келгенде олардың үлкенінің бойына кішісін өлтіру туралы ойды сіңірді. Шайтан ұры. Бұл туралы Иса оның ұрлап, сойып, құрту үшін келетінін айтты. Оның тілектері мен жоспарлары Құдайдікіне мүлде қарама қайшы. Өйткені Иса дәл сол аятта былай дейді: «Ал мен адамдар шынайы өмірге ие болсын, және өмірі рухани игілікке толы ағыл-тегіл мол болсын деп келдім». Сондықтан да баланың дүниеге келгеніне шайтан ешқашан қуанбайды. Дүниеге келген әрбір сәби Құдайдың рақымын қабылдап, оның патшалығына мүше болу арқылы болашақта оның жоспарын бұзуы мүмкін. Сондықтан да ол әйелдердің дүниеге бала әкелмеулері үшін қолынан келгеннің бәрін жасайды. Мысалы, ол әйелдердің бойына Құдай берген дүниеге жаңа өмір әкелу борышын орындамау тілегін сіңіреді. Жасанды түсік жасату, баланы өлтіру мен бір жыныстық қатынас бұл біздің заманымызда
істеуге болатын, тіпті үйреншікті істерге айналған нәрселердің мысалдардың бірнешеуі ғана. Киелі кітапқа сенетін мәсіхшілер шайтанның бұл істерінің бетін бірден қайтарады. Бірақ әңгіме бұл мәселенің басқа жақтары туралы болғанда, Інжіл әлемі, оның ішінде көптеген белгілі өмірдің қорғаушылары өз көз қарастарын батыл қорғай алмайды және жүктіліктен сақтануға қарсылық танытпайды. Феминистік идеологияның негізгі тұжырымдамаларының бірі бала табу керек па, жоқ па, егер табу керек болса қанша бала және қашан табу керектігін қашанда әйелдің өзі шешуі құқы болды. Мәсіхшілер әлемі бұл тұжырыммен еріксіз келісті де, соның кесірінен жүктіліктен сақтану, отбасын жоспарлау деген нәрселер үйреншікті іске айналды. Соның нәтижесінде миллиондаған мәсіхші әйелдер мен мәсіхші жұптар мұны өздері де түсінбестен шайтанның балалардың дүниеге келуін азайту және сол арқылы өмірге зиян келтіруге деген ұмтылысында оның көмекшілеріне айналды. Аяулы тыңдарман, жаратқан ие сізді осы ықпалдан сақтасын деген тілекпен бүгінге өздеріңізбен қоштасамыз. Келесі хабарымызда жалғасын назарыңызға ұсынамыз. Сау болыңыз. Қымбатты тыңдарман, біз осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Егер сіз бүгінгі бағдарламадан өзіңіз үшін пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, Немесе сізде қандай да сұрақтар туындаған болса, егер сіз өмірдің қайнар көзі болған киелі жазба кітабына ие болуды қаласаңыз, бізге хат жазып жіберіңіз. сіз Орта Азияда тұратын болсаңыз, біз сізге хабарларымыз жазылған аудио таспа немесе киелі жазба кітабын сыйлық ретінде салып жібереміз. Біздің электрондық поштамызға хабарласуыңызға болады. Біздің электрондық адресіміз mostik7@inbox.ru. Сонымен бірге +7 707 385 83 93 нөміріне хабарлама жіберуіңізге де болады. Сізге осы нөмірде WhatsApp, Viber, Telegram жүйелері іске қосылғанын хабарлаймыз. Мен қайталаймын. +7 707 385 83 93. Сізден келген әрбір хат немесе хабарлама үшін біз өте қуанышты боламыз. Жаратқан ие сізді және жақындарыңызды қорғап, аман сақтасын. Уа Құдайым, жүрегімді тазартып, рухымды берік қылып, жаңарта көр. Кешір мені, Құдай, өте кеш келдім. Кешір егер жалынамын, Құдайым, кешір сені ертерекмен білмедім. Сөйтіп жүріп жалған досты тыңдадым. Кешір сені ертерекмен білмедім. Сөйтіп жүріп жалған досты тыңдадым. Қарсымастым сені, мен кешір мені. Айқыш ағашқа аямай қақтырдым. Қиналуға мәжбүр етіп мен сені. Кешіре көр, аңсап отына салдым. Қиналуға мәжбүр етіп мен сені. Кешіре көр, аңсап отына салдым. Өз